Аниме Наруто ең аңызға айналған анимелердің бірі. Жалпы көпшілігіміз, оның ішінде мен де бұл анимені бірнеше рет қарап шыққанбыз, және оны жатқа білеміз. Бірақ анимеде жоқ, тек мангада кездесетін моменттер бар. Мен қысқартып тастаған немесе өзгертіп тастаған цензурадан өткен моменттер туралы айтып отырмын. Себебі кейбір көріністер тым қатыгез немесе керісінше ұятсыз болып кеткен. Ал Жапонияда Наруто анимесін балалар да теледидардан көретіндіктен сериалды кішкене жұмсартып жасаған. Мен кішкене артық сөйлеп кеттім. Ал мен сіздерге мангада бар, бірақ анимеде жоқ 5 моментті ұсынамын. Алдын ала лайк басып, жалпы Наруто анимесі туралы не ойлайтыныңды комментке жазуды ұмытпа. Ал мен сендердің жазған пікірлеріңді оқығым келеді. Оның үстіне комменттер арнама үлкен көмек болады. Сондай-ақ жаңадан жазылушыларға қош келдің деп айтқым келеді. Ал микрофонда әрқашан қиялдап, баршаларыңа жақсы қаралым тілеймін. Қане, маған қаншалықты алға жылжығаныңды көрсетші Даттабайо. Нарутоға біз бастаймыз. 2 еселенген азғыру техникасы. Охо, сен мұны істей алдың. Ал алдымен кішкене жұмсағырақ моменттен бастайық. Содан кейін сұмдықтарына көшетін боламыз. Егер сендер Неджидің фанаты болсаңдар және оның суреттерін іздеген болсаңдар, онда аниме бейнесінен бір айырмашылықты байқаған шығарсың. Себебі бастапқыда мангадағы Неджидің маңдайындағы белгі мүлдем басқаша болған. Алғаш рет Неджидің басындағы таңбасын Нарутоға қарсы шайқас кезінде көреміз. Ол кезде Наруто Хьюга кланының құпиясын ашуға бел буады. Осы сәтте біз Неджидің маңдайындағы мөрді көреміз. Анимеде бұл жай ғана мөр. Сол мөр арқылы кланның үлкен буыны кіші буынын басқарып, тіпті оларды өлтіре алады. Бірақ мангада бұл белгі мүлдем өзгеше еді. Ол фашизмнің белгісіне көбірек ұқсайтын. Бұған түсіндірме берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Адамдар бұл белгіні өткеннің қорқынышты оқиғаларымен байланыстырғандықтан, анимеде оны өзгерту туралы шешім қабылданды. Жалпы өзгеріс аса қатты емес. Сондықтан біз ештеңе жоғалтпадық деп айтуға болады. Тіпті бұл өзгеріс өз пайдасына жұмыс істеді деп ойлаймын. Біз олардың осы қарғыс таңбасының кесірінен санамызды бірден өшіреді деген қорқынышпен өмір сүреміз. Қорқыныш, міне біз осындай өмір сүрудеміз. Көпшілік білмейтін тағы бір жайт, Шикамару темекі шегуді Барутода емес, Нарутода бастаған. Хиданмен шайқастан кейін Асума қатты жараланып өлім аузында еді. Ол барлығымен соңғы рет сөйлесіп, Шикамарудан соңғы шылымын жағуды сұрайды. Сөйтіп темекісін тартады және ақыры көз жұмады. Асуманың өлімінен кейін жаңбыр жауа бастайды, ал барлық ұстазын жоқтап қайғыға батады. Бірақ мангада бұл сәт басқаша берілген. Шикамару Асуманың сол шылымын көтеріп алып, оны соңына дейін шегеді. Бірнеше күн өткеннен соң Шикамару Чоджи Инамен бірге Акацкиден кек алуға бел буады. Бірақ оларды 5-ші Хокаге байқап қояды және олардың арасында әңгіме басталады. Анимеде Шикамару сенсейдің оттығын жаққанда, Асума біздің қасымызда болып, бізді қорғап тұрғандай сезінемін дейді. Ал мангада ол оттық туралы емес, Асуманың соңғы темек қорабы жайлы айтады. Әңгіме барысында сол темекін шегіп тұрады. Сондай-ақ ол бұл темекілер шайқас аяқталғанша өзімен бірге болатын айтады. Мен мұндай маңызды сәттің өзгертілуі өкінішті деп ойлаймын. Мүмкін бұл цензураға байланысты шығар. Өйткені қазіргі кезбен салыстырғанда бұрындары шылымға қатты қараған болуы мүмкін. Бірақ егер ойлансақ, Барутода Шикамару әлі де темек тартады. Әрі мангада да, анимеде де. Сонымен қатар Амадода. Сондықтан егер Наруто анимесі қазіргі уақытта шыққанда, бұл эпизод анимеде өзгеріссіз қалар еді. Кешіккенім үшін кешір. Бірақ мен енді не істеу керегін білемін. Көпшілігіміз Неджи мен Кидамарудың шайқасын жақсы есте сақтаған шығармыз. Бұл екеуінің айқасы өте әсерлі болғаны сонша көзді ала алмайтындай еді. Бірақ бұл шайқаста анимеде өзгеріске ұшырады. Дәл сол сәтте Кидамару Бякуганның құпиясын, яғни ақкөздің көрінбейтін нүктесі бар екенін білгенде, ол Неджи өлтіру керек болған жебені атады. Алайда Хьюга соңғы сәтте қашып үлгеріп, жебе оның иығына қадалады. Дәл осы сәт өзгертілген еді. Анимеде жарақат тым қорқынышты болып көрінбеді. Жебе оны жай ғана тесіп өтіп жерге қадалғандай әсер қалдырды. Ал мангада бәрі әлде қайда сұмдық қатыгездеу еді. Жебе иығын жұлып жібергендей болды және үлкен тесік анық көрінді. Бұл көрініс тым сұмдық көрінеді. Бірақ қызықты момент бар. Шайқастан кейін Неджиді емдеп жатқанда жарақаттың орны анимеде дәл мангадағыдай болып көрінеді. Бір моментте жарақат кіші көрсетіліп, кейіннен жарақат сұмдық үлкен болып көрінуі қызық екен. Өйткені Наруто
Ол мені қараңғыдан құтқарды. Енді далбасалап қызық үшін күлкілі сәттер туралы сөйлесейік. Соғыс аяқталып бәрі тынышталғанда Наруто Кураманы көреді де айқайлап жүгіріп барады. Түлкі сәл ыңғайсызданып жұдырығын Нарутоға көрсетеді. Бірақ бұл тек анимеде ғана болды. Мангада бәрі мүлдем басқаша еді. Дәл осы сәтте Курама Нарутоға ортаңғы саусағын көрсеткен. Тіпті күлкілі көрінеді. Мүмкін Курама қатты қысылған шығар, бірақ неге бұл сәт өзгертілген екен? Бұл эпизод анимеде 2014 немесе 2015 жылдары шыққан. Қазіргі уақытта цензура онша қатал емес, бірақ мүмкін Жапонияда мұндай қимыл жақсы қабылданбайтындықтан оны анимеден алып тастаған сияқты. Ал мен сені қатты сағындым. Олай айқайлама шақмақ. Мен сені сағынған жоқпын. Сенің ішіңде менің жарты денем отырғанын ұмыттың ба? Кунаичилер ыстық бұлақта. Бұл сәт ең қызықтардың бірі. Көпшілігіміз Ино, Сакура, Хината және Тентеннің ыстық бұлаққа барғанын білеміз. Дәл солай жігіттер де сонда барған. Бірақ анимеде болмаған тек мангада кездесетін бір сәт бар. Наруто қыздарды аңдуға шешім қабылдаған кезде Рокли де дәл сол сәтте төбеден құлап кетеді. Осы кезде Каноханың кунаичилері киініп қойған еді. Сондықтан Ли ештеңе көрмеді. Ал мангада қыздардың киініп жатқан сәті көрсетілді. Сонымен қатар Наруто бір нәрсе көріп үлгергені анық. Өйткені анимеде ол тек қабырғаға жақындап жатқан болса, мангада ол есіктің дәл алдында тұрған. Аниме жасаушылар бұл сәтті тым ұятсыз деп санап, оны қиып тастаған ба сонда? Бірақ бұған дейін 1 минут бұрын олар Хинатаның почти жалаңаш кеудесін көрсетті ғой. Бұл қызық екен. Бірақ қалай бар солай ғой общем. Қалай болғанда да Нарутода осындай кесіліп немесе өзгертілген сәттер өте көп. Сондықтан егер сен осы видеоның белсенділігін арттырып, көп пікір жазып, лайк бассаң, мен сендерге осындай тағы да видео жасаймын. Және тек Наруто жайлы ғана емес, бірақ бұл тақырып маған өте қызық. Келесі жолы тағы да қызық сәттер таңдайтын боламын. Ал сен сенсең де, сенбесең де, менде қазірдің өзінде бірнешеу дайын. Егер сендер өздерің білетін ерекше мангадағы моменттерді білсеңдер, міндетті түрде комментке жаза кетіңдер. Және бұл келесі видеоларды жасауға сұмдық көмектеседі датты бойы.